Жылжымайтын мүлікке құқықтарды мемлекеттік тіркеу туралы заңының 9 бабының 1 тармағына сәйкес, жылжымайтын мүлікке меншік құқығы заңды факт туындағаннан кейін міндетті түрде алдайдан кешіктірмей мемлекеттік тіркеуге жатады. Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 460 бабына сәйкес, жылжымайтын мүлікке құқықтарды мемлекеттік тіркеуге құжаттарды берудің мерзімін бұзуы жеке тұлғаларға 10 айлық есептік көрсеткіш, заңды тұлғаларға 20 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады. Жылжымайтын мүлікке құқықтарды мемлекеттік тіркеу үшін халыққа қызмет көрсету орталығына хабарласу керек. Егер мәміле нотариатпен куәландырылмаса, тіркеу органы мәміле жасаған тұлғалардың қолының түп нұсқалығын растауы тиіс. Қолтаңбаның түп нұсқалығын тексеру рәсімі келісімшарттың дайын жобасының және қажетті құжаттар болған кезде тегін негізде жүзеге асырылады. Нотариуске жүгінуге болады. Нотариусте мәміле құны 1,5 айлық есептік көрсеткіштен 17 айлық есептік көрсеткішке дейін, сонымен қатар салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы Қазақстан Республикасы кодексінің 456 бабына сәйкес алым сомасы. Жылжымайтын мүлікке құқықтарды мемлекеттік тіркеудің алым мөлшерлемелері, салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы Қазақстан Республикасы кодексінің 456 бабына сәйкес есептеледі. Жылжымайтын мүлікке құқықтарды мемлекеттік тіркеу үшін қажетті құжаттар тізбесі жылжымайтын мүлікке құқықтарды мемлекеттік тіркеу туралы заңының 21 бабымен реттеледі.